ескерту түріндегі 35-і 5 миллион 705 мың теңге айыппұл түріндегі шаралар. Осының нәтижесінде 401.700 мың теңге жалақы қарыздары өндіріліп, 4139 жұмыскердің әлеуметтік түріндегі шаралар қорғалды, құқықтары қорғалды. Құрметті Бердібек Машбекұлы, жалақы қарыздары орын алған 17 кәсіпорынның 11-і мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындар екендігін атап өту қажет. Бүгінгі күнге облыс бойынша Жандос компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде осы Таразда, бұл жердегі оның құрылтайшысы да, бастығы да, бухгалтері да бір-ақ адам үлкен кісі екен. Сол кісі денсаулығына байланысты коронавируспен ауырып, Астана қаласында емдеуде болғандықтан осылай 6 миллион теңге қарыз болып қалды, 19 жұмыскердің алдында, 15 жұмыскердің алдында. Бірақ бүгінгі күнге 2 миллион 800 мың теңгесі төленді, қалып отырғаны 3 миллион 200 теңге. Бұл бойынша біз ол кісімен тікелей жұмыстар жасап, қазір жалақы қарыздары 10 миллион теңге қазір біздегі. 10 миллион? Да, 10 миллион теңге. Оның 3 миллион 200 жаңағы қарыз, қалғаны 7-1 теңгесі проект «Стройгаз» серіктесі бұл қазір банкроттық бастау үшін бекітіп берген кесте бойынша ай сайын жалақысын төлеп отыр. Бірақ қазіргі күнде бұл жалақы қарыздарын алдын ала опережением төлеп отыр, бар қалған 7 миллион 100 мың теңге. Бұл 2023 жылға дейін төлеу керек болады. Бірақ қазір бар қалғаны 7-1. Жаңа сіз баяндамада айтып кеттіңіз, негізінен қарыздар мемлекеттік мекемелерден. Мына слайды қайтарыңыз. Осылардың бәрі қарыз бар ма? 10 айдың ішінде қарыздар болған, бүгінгі күнде 451 миллион 700 мың теңгесі төленді. Анықталып төленгендер осы мекемелер. Әсіресе мен мынау білім саласында балабақшаларында қарыз бар. Қарыз болған кезінде 10 айдың ішінде қазір бар ма қарыз? Қазір жоқ қарыз. Болған қарыздар анықталғандар қарыз жіберген мекемелер. Қазір мынау көрсетілген мекемелерде қарыз бар ма жоқ? Бұларда жоқ. Бәрі құтылды. Да, 451 миллион 700. Сіз айтқандай 10 миллион қалды. 10 миллион теңге қалып отыр. Оның 7-1 миллион теңге банкроттық мекемеде. Бұл республикалық слайдта болу керек еді. Мынау республикалық слайдта көрдім мен. Мына 10 миллион 300 мың теңге ғана қалып отыр бізде. Бұл орайда облыстағы ағымдағы жылдың 10 ай қорытындысы бойынша жазатайым оқиғалардың саны 31,1%-ға, зардап шеккендердің саны 35,6%-ға, қайтыс болғандардың саны 61,1%-ға төмендеп отыр. Құрметті Бердібек Машбекұлы, сіздің жыл бойында берген тапсырмаңызды жыл басында жұмыскерлердің еңбекақысын көтеруге қатысты тапсырмаңызды орындау мақсатында басқарма жергілікті әкімдермен бірлесіп облыстағы әрекет етіп тұрған ірі және орта жекеменшік кәсіпорындармен жұмыс жасадық. Нәтижесінде ірі 22-48 орта облыста қызмет етіп отырған жекеменшік кәсіпорындардың 70-ның 41 кәсіпорны немесе 58,6%, 19.377 жұмыскерге 23 мың теңге жалақысын көтеріп берді. Бұл орта есеппен 26%-ды құрап отыр. 21.764 жұмыскердің 19.377 айлығы көтерілді. Қалған кәсіпорындарда пандемияға байланысты қаржылық экономикалық жағдайда тұрақтырған жағдайда жалақы көтеру мәселесін қарастыратындықтарын мекеме басшылары уәде беріп отыр. Бұл орайда жазатайым оқиғалар мен өндірістік жарақаттанушылық алдын алу және болдырмау жөніндегі жол картасы қабылданып, жоспардағы сай тиісті жұмыстар атқарылуда. Басқарма мен есепті мерзімде жұмыс берушілердегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты 444 азаматтардың біліктілігін біз тексердік. Өндірістік жарақаттанушылық деңгейіндегі төмен жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында басқарма мен әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселесі бойынша жыл басынан бері 68 іс-шара ұйымдастырып, бұқаралық ақпарат құралдары және әлеуметтік желілерге 230-дан әртүрлі мақалалар, түсіндірмелер жариялады. Құрметті Бердібек Машбекұлы, сіздің бастамаңызбен құрылған бейбітшілік пен келісім жобасы аясында облыстағы 7 ауданның 80-нен астам елді мекендерінде 500-ге жуық жұмыс берушілермен 1000-ға жуық жұмысшылармен кездесулер өткіздік. Бұл кездесуде 76 азаматтар жеке қабылдаулар жазылып, олар өздеріне тиісті түсіндірмелер алды.
осы шараның аясында ұжымдарда еңбек заңнамасына енгізген өзгерістер мен толықтырулар бейресми жұмыспен қамтылған тұлғалардың еңбек қатынастарын заңдастыру және еңбек қауіпсіздігі туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Құрметті Бердібек Машбекұлы, жалпы облыстағы әлеуметтік еңбек саласындағы жағдай тұрақты, есепті мерзімде еңбек шиеленістері орын алған жоқ. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын тауып, мәселе тұрақты бақылауда болатын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Енді жалақының қарызы негізінен Тараз қаласында. Айтқазы, не айтасыз? Біздегі жалпы айтқанымызда жұмыскерге 27 миллион теңге қаржы болған. Бүгін қаржының бәрі түгел өтеп бітті. Жасылерде бүгінгі жоқ, жабылысында жоқ, қарыздардың бәрі бітті. Бізде қалған жаңағы баяндамада айтып кеткендей Жандосика компаниясы ол бүгінгі жаңағы 3 миллион теңге қаржыланып қалған 19 жұмыскерге. Оларды желтоқсан айының аяғына дейін төлеп бітемін деп директор айтып отыр. Жаңа баяндамада айтып кеткендей қазір ол кісінің сөзі үлкен кісі Қордай ауданының азаматы. Түсінікті. Егер басқа айтатындарың жоқ болатын болса, құрметті әріптестер, енді айтатынымыз ең негізгі мәселе жаңа айтылды ғой. Біздің тұрғындарымыз, еңбекшілер дер кезінде жалақы алу керек. Оның үстіне қиын кезде жыл аяқталып келеді. Сондықтан құрметті әріптестер, менің сіздерден сұрайтыным, қазір жылдың аяғына дейін жалақыны төлеу керек. Алмас Өскенбайұлы сізге тапсырма беріледі. Өткен бір мәжіліс айтқан болатын. Биылғы жылдың жалақысын жылдың аяғына дейін алу керек. Ержан Жұматұлы сізден сұрайтыным білім саласы. Білім саласында ешқандай қарыз деген болмау керек. Жалпы бюджеттік мекемелер дер кезінде жалақысын алу керек. Экономика, қаржы басқармаларынан өткен айтқан болатын. Берілетін тапсырма қаржыны дер кезінде қазір біз енді аударуымыз керек. Дер кезінде өзі алу керек. Жалпы жаңа енді Қайрат Әскербекұлы бәрін баяндады. 10 миллион теңге деген ол көп емес. Республикадағы 3-ші көрсеткіш. Бірақ оны да жылдың аяғына дейін төлеу керек. Жаңа өзіңіз айтқан меморандумдар, келісімшарттар толығымен орындалу керек. Біздің енді ең негізгі мақсатымыз жұмыс орындары қысқармау керек. Алмас Өскенбайұлы. Мен сізге айтқам, біздің бақылауда тұрған ірі орта кәсіпорындар бар. Солармен жұмыс жасауымыз керек, қарауымыз керек. Қалай екенін олардың барлығын айтылған. Келесі аптада олардың барлық басшыларымен кездесемін. Барлықтарына өтініш айтамыз. Менің енді айтатыным, мынау биылғы жылдың жалақысын желтоқсан айында толығымен алу керек. Екінші, сыйақы. Жылдың қорытындысы бойынша берілетін сыйақы биыл берілу керек. Барлық әкімдерге айтатыным, сіздер өздеріңіздің аудандарыңызда, Тараз қаласындағы кәсіпорындарменен, шаруашылықтарменен сөйлесу керек. Олардың барлығын талдау керек, қарау керек. Қанша жалақы төленді, қанша қарыз бар, олармен сөйлесу керек. Жалпы барлық енді кәсіпорындарда, шаруашылықтарда, мекемелерде биылғы жыл жаман болған жоқ. Барлығы жақсы қаржы алды. Мынау егін жөнінен, басқа жөнінен де көрсеткіштері жаман емес. Сондықтан айту керек. Желтоқсан айында толығымен төлеу керек. Сіздер білесіздер, қаңтар айында не болатын? Саяси науқан келе жатыр. Соның алдында біз мына халықтың жағдайын ойлауымыз керек. Одан кейін халықтың көңілін көтеруіміз керек. Мына жылда жақсы аяқтап, жаңа жылдың алдында өздерінің тиісті жалақыларын, сыйақыларын алу керек. Оның үстіне мына енді көріп отырса, екінші толқын басталды. Карантин арман қарай жалғасып жатыр. Жалғасады да, пандемия жалғасып жатыр. Сондықтан біз халықтың кішкене болса да мынау жағдайын жақсартуымыз керек. Сондықтан менің сұрайтыным жағдайда Алмас Өскенбайұлы, өзінің орынбасарларын барлықтарыңызға әрі қайсыларыңыз өздеріңіздің салаларыңызда жұмыс жасаңыздар. Қайрат Әскербекұлы осы бақылауға алу керек. Одан кейін келесі жылға дайындалу керек. Келесі жылдың меморандумын қазірден бастап ойластыру керек. Кейін енді мен енді айтармын, әрбір кәсіпорын, үлкен кәсіпорындарға мен өзім барамын. Олардың есебін тыңдаймыз. Біздің көзімізше олар
меморандумға келесі жылы қол қою керек. И одан кейінгі ең үлкен бір мәселе, Алмаз Эскобар министр айтқан, сіздер мынау біздің кәсіпорындардың әлеуметтік жауапкершілік жөнінде жұмыс әлі істеп жатқан жоқсыздар. Олар сонда енді кризис деген ол өмір бақи бола береді. Мынау індет те бола береді. Оған сылтау жасамауымыз керек. Олар өздерінің әлеуметтік міндеттерін орындау керек. Сондықтан енді осы мәселені Алмаз Эскобарлы сіз бақылауға алыңыз. Үшінші сұрақ бойынша сөз Ауыл Ынтықбайұлына беріледі. Енді әріптестер өздеріңіз білесіздер, алдымызда мынау 1 желтоқсан, 16 желтоқсан мерекелері келе жатыр. Жалпы енді менің сұрайтыным, жаңа айттым ғой, тек қана жалақы емес, басқа да көптеген іс-шараларды біз өткізуіміз керек. Ержан Жұматұлы бастаған әріптестер біраз енді іс-шараларды өткізіп жатыр. Жоспарланған іс-шаралар бар. Соның барлығын анау өтіп сылтаулатпай өткізуіміз керек. Сондықтан Ынтықбайұлы қандай шаралар бар сол жөнінде? Құрметті Бердібек Машбекұлы, құрметті әріптестер, алдағы мемлекеттік мерекелер, ұлттық мерекеміз тәуелсіздік күні және қоғамдық саяси маңызы бар идеологиялық шараларға тоқталып өтсем. 26 қараша күні Кеңес одағының батыры, даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлының 110 жылдығына орай Жеңіс саябағында батырдың ескерткішіне гүл шоқтарын қою. Менің бағлан жеріміз сізден сұрайтын, сіздер де осыған араласыңыздар, жалақы жөнінде қараңыздар, қалай қай жерде. Енді әкімдер барлығы есеп береді ғой, бәрін төледік, бәрін қатырдық деп. Сондықтан сіздер қарап көріңіздер, қоғамдық ұйым есебінде шынымен төленді ма, қалай болып отыр деген сияқты. Облыс орталығындағы даңқ залында тұлғасы тұнған тәлім атты кездесу кеші өткізілу жоспарланып отыр. Іс-шараға парламент мәжілісінің депутаты, халық қаһарманы Бақытжан Ертаев, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Ким Серікбайұлы, батырдың келіні Зейнеп Ахметова, бірқатар бауыржан танушылардың қатысуы күтілуде. Сонымен бірге 27 қараша күні Баласағұн орталық концерт залында Қазақстанның халық артисі, композитор Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына арналған Шәмші ғұмыратты кеш жоспарланып отыр. Мәдени кешке еліміздің өнер жұлдыздарымен қатар жергілікті өнерпаздар концерттік бағдарламалары көрерменге ұсынылатын болады. Іс-шараға мәдениет және спорт министрі Ақтау Торайымов қатысуы жоспарланып отыр. Сонымен бірге бұл шара арнайы хабарға түсіріліп, жергілікті телеарналар арқылы таратылу жоспарланып отыр. Сонымен бірге менің өзіңіздің қолдауыңызбен биылғы жылы Абай жылы және Әл-Фараби жылдың қорытынды шарасы ретінде Достық үйінде Әл-Фараби және Абай ұлылар үндестігі атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу жоспарланып отыр. Конференция жұмысына мемлекеттік хатшы Қырымбек Елеуұлы, мемлекет және қоғам қайраткері Ғизаттай Жолдасбек, Фараби танушы профессор Әбсатта Дербісәлі, сонымен қатар республикалық танымал жоғары оқу орындарының ректорлары қатысуы көзделуде. Осы күні өзіңізбен қолдауыңызбен ашылайын деп отырған біз біргеміз атты монументтің салтанатты ашылуын жоспарланып отыр. Жалпы тәуелсіздік және тұңғыш президент күніне арналған облыстық шаралар жоспары әзірленді. Жоспарға сәйкес бірқатар шаралар қарастырылып отыр. Оның ішінде тұңғыш президент күніне орай Тараз мемлекеттік өңірлік университетінде елді сүйген, ел сүйген елбасы атты онлайн ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілмек. Бұл жерде облыстың белгілі азаматтары, зиялы қауым өкілдері елбасының еңбегі туралы бірқатар сөз сөйлеулер ұйымдастырылады. Сонымен бірге жергілікті атқарушы органдарға тұңғыш президент күніне орай келесі шараларды ұйымдастыруды жөн деп санаймыз. Білім беру мекемелерінде елбасының ел дамуындағы рөлі, Қазақстанды орталық Азия, ТМД және әлем елдерінің алдында халықаралық аренада танытқан көрнекті тұлға ретіндегі лекциялар, ашық сабақтар, онлайн дәрістер өткізу. Телеарнада елбасы туралы деректі фильм және көркем фильмдердің көрсетілімін ұйымдастыру. Жоғары оқу орындарында онлайн форматта тақырыптық лекциялар, дөңгелек үстелдер өткізілмек. Сақтық шараларын қамтамасыз етіп отырып, мәдениет мекемелерінде, кітапханаларда зиялы қауым өкілдерімен, оқырмандармен кездесулер мен көрмелер өткізу ұсынылады. Жалпы тұңғыш президент күні қарсаңында облыс бойынша 34 әлеуметтік нысан пайдалануға берілмек.
Тәуелсіздік күніне орай Бердібек Көшбекұлы баласаған орталық концерт залында салтанатты жиналыс және мерекелік концерт жоспарланған. Бұл шарада мемлекеттік наградалар тапсырылып, бірқатар азаматтарға концерттік бағдарлама көрсетіледі. Өзіңіздің бастаңызбен облыста іске асырылған үлгілі ауыл байқауы өз мәресіне жетіп, қорытындысы шығарылған болатын. Осы салтанатты шарада тиісті ауылдарға марапатты тапсыру жоспарланды. Тәуелсіздік күніне орай да бірқатар шаралар өткізіледі. Жұмыспен қамту жол картасы, өңірлерді дамыту, ауыл ел бесігі бағдарламалар аясында ашылатын әлеуметтік инфрақұрылымдық нысандарының салтанатты ашылу рәсімін ұйымдастыру, тұрмысы төмен отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, жалғызбасты қарттарға қайырымдылық шараларын, ардагерлерге қошемет көрсету, оларға көмек көрсету ұйымдастыру ұсынылып отыр. Аудандарда, елді мекендерде мерекелерден арналған онлайн форматта салтанатты еңбектері еленген азаматтарға наградалар тапсыру шаралары көзделуде. Жалпы белсенді қызмет еткен азаматтарға құрмет көрсету, оларды көтермелеу шараларды ұйымдастыру жоспарда көзделіп отыр. Мәдениет мекемелерінде мерекеге арналған кездесулер, көрмелер, концерттік бағдарламалар өткізілмек. Бұл барлық шаралар республикалық және өңірлік бағыттарда кеңінен жарақтандырылады. Тәуелсіздік күні қарсаңында облыс бойынша 32 әлеуметтік нысан пайдалануға берілмек. Сонымен бірге жаңа жыл жалпы 92 тәуелсіздік күніне 32 жылдың аяғына 92 нысан. Оның ішінде көп қабатты үйлер 11, асарлатып салынған үйлер 27, білім беру мекемелері 3, мәдениет нысан 4, спорт нысандары 14 және 23 басқа да нысандар бар. Сонымен қатар Бердібек Көшбекұлы жыл қорытындысы бойынша жол үздігі 2020 форумын өткізуді ұсынып отырмыз. Форум биылғы жылдың қорытындысы бойынша әр салада ерекше еңбегімен көзге түскен қызметкерлерді ынталандыру және қолдау мақсатында 17 номинация бойынша марапатталмақ. Көне Тараз тарихи мәдениетінің көрме залында өткізілетін форумға аудандардан және Тараз қаласына тиісті өкілдерді тарта отырып ұйымдастырылатын болады. Жалпы құрметті әріптестер, 18-ші енді жаңа жыл мерекесіне қарай барлық мерекелік жаңажылдық безендіруді 18-ші желтоқсаннан бастап ұйымдастыруды сұраймыз. Яғни тәуелсіздік мерекесі тойланып біткеннен кейін. Жалпы халыққа жақсы көңіл күй сыйлау, еңбек еткен азаматтардың еңбегін сонымен қатар қайырымдылыққа мұқтаж азаматтарға көмек көрсету осы басым бағыт болып қалады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Енді жаңа айтып қалдыңыз, 18-ші желтоқсан. 18-ші желтоқсан емес. 1-ші желтоқсаннан бастап шаралар өтеді. Мен солай тапсырма берген. Бүлікте күн өтпеу керек, шаралар болу керек. Бұл бірінші айтатын. Екінші айтатын, бұл шаралардың кезінде қауіпсіздік қамтамасыз ету керек. Әсіресе мынау пандемияға байланысты. Бірақ енді неге карантиндік талаптарға сәйкес барлығын қарастыруымыз керек. Бірақ мынау тұрғындарды көбірек қамтамасыз етуіміз керек. Көлік өткіземіз, қалай болады? Себебі енді шын айту керек, халыққа шаршады. Қанша болды пандемия, анаған бармау керек, мынаған бармау керек, мынаған кірмеу керек деген нелер шектеулер көп. Сондықтан соны жоспарлы түрде ұйымдастыру керек. Жаңа айтқан шараларыңыздың барлығы өте жақсы. Ары қарай соны біз енді жалғастыруымыз керек. Бұрын айтатындарыңыз қосымша. Аудан әкімдерінде бар ма сұрақ? Жоқ болатын болса, менің енді қорытынды айтатын, қазіргі мынандай қиын кезде жаңа баяндамада дұрыс айтылды. Біз халықтың көңілін көтеруіміз керек. Енді біз білмейміз ғой, мына індеттің қанша болады. Індеттік барлық іс-шараларды тоқтатып қойсақ болмайды. Енді біраз іс-шаралар енді онлайн режимінде жүріп жатыр. Бірақ енді мынау жыл аяқталайын деп жатыр. Оның үстіне алдымызда мынау 1-ші желтоқсан, 16-ші желтоқсан, жаңа жыл келе жатыр. Сондықтан іс-шараларды көбейтуіміз керек. Елжан Жомартұлы, сізге берілетін тапсырма біраз шаралар бар, жақсы шаралар. Соны өзінің деңгейінде үлкен дәрежеде өткізуіміз керек. Әрине жаңа айттым ғой, санитарлық талаптарды сақтауымыз керек, бірақ көбірек өткізуіміз керек.
менің ауданның әкімдерінен сұрайтыным, жаңағы айтылғандай шаралар барлық аудандарда болу керек, өту керек. Мысалы енді Шәмші Қалдаяқов, шынын айтсам, көп тұрғындар Шәмші Қалдаяқовтың Жамбыл ауданында, Жалпақтөбе ауылында тұрғанын білмейді, қай үйде тұрғанын білмейді. Ол сондайларды көбірек өткізуіміз керек. Әсіресе мынау жастардың арасында, мынау оқушылардың арасында көптеген шын айту керек, оқушылар Абайдың, Әл-Фарабидің кім екенін білмейді. Өткенде айттым оны, Тараз қаласында 31-ші мектепте болғанда, оқушылардан сұрасам, Абай кім десем білмейді. Онда қалай болған енді? Қалай біз жастарды тәрбиелейміз? Жастарды тәрбиелеудің бір несі Абайды үйрету. Олар Абайдың кітабын оқыса, олар өздеріне көп мәлімет алады. Тәрбие жөнінен, басқа жөнінен. Сондықтан менің енді сұрайтыным, бұл шаралардың барлығын біз енді дер кезінде өткізуіміз керек. Оның үстіне жаңа енді дұрыс айтылды. Абай менен Әл-Фараби жолы енді аяқталып келе жатыр. Жаңа айтылған нәрсенің барлығын біз енді өткіземіз. Өткенде Ержан Жомарт сізбен сөйлескенбіз, қалай болу керек. Аудандарда да солай болу керек. Тағы да қайталап айтамын. Індетке айта берсек, сылтау болады. Індет тоқтамайды. Біз білмейміз індеттің қанша болады. Ал халық бар ғой. Оның үстіне жаңа айттым, қиналған халық бар. Сондықтан менің сұрайтыным, аудандарда да жай өтпеу керек. Қазір жақсы болды ғой. Анау ақпарат беруге бәріміз мастерміз. Ой, жаңа онлайн режимде өтті деп. Оған қанша адам қатысты, оны қарап отырған адам жоқ. Ең негізгісі біз көбірек халықты соған тартуымыз керек. Сондықтан менің енді сұрайтыным, осыған қараңыздар. Бауыржан Момышұлы жөнінен де жаңа айтылған ұсыныс өте дұрыс. Біз Бауыржанменен мақтануымыз керек. Егерден бекер емес қой, талай адамдар өздерінің баласын атын Бауыржан қойды. Себебі Бауыржан Момышұлының орны бөлек. Оны біз айтпасақ кім айтады? Басқа мемлекет айтады ма? Көршілер айтады ма? Оны айтпайды көршілер. Оны әсіресе мынау жастарға біз сіңіруіміз керек. Оның енді үлкен тәрбиелік мәні бар. Әлеуметтік нысандар жөнінен аппаратқа тапсырма берілген, бірақ енді өкінішке орай оны аппарат қарап отқан жоқ. Естеріңізде болса, осыдан 3-4 ай бұрын мен айтқам, ай сайын белгілеп тұру керек. Қай ауданда, қай ауылда, қандай нысандар ашылады. Миллиардтаған ақша бөлініп жатыр. Оны да халыққа біз айтуымыз керек. Оны жай айтпауымыз керек. Міне мемлекет басшыларының қолдауының арқасында мынаншама ақша бөлінді, мынау ашылып жатыр деп. Мен кейбір әкімдерді білемін, аттарын айтпай ақ қояйын. Вот мен мынаны салдым, мен жасадым деп. Білеміз ғой енді қай әкімнен қанша ақша келіп жатқанын. Шын айту керек, осы отырған әкімдердің біреуі де бір тиын ақша алып келмейді өзінің ауданына, не болмаса мынау Тараз қаласына. Оның барлығы мемлекеттің қолдауы, мемлекеттің бағдарламалары. Соны анау ашқан кезде айту керек. Міне мемлекеттің арқасында, елбасының, президенттің бағдарламаның арқасында міне су келіп жатыр, газ келіп жатыр, мектеп салынып жатыр, үй салынып жатыр деп. Кішкене соны анда-санда құрметті әріптес айтып тұру керек. Мен демей. Халық оны білу керек, сезіну керек. Ол да жаңағы үгіт насихат. Жалпы енді 92 нысан деген енді аз емес. Өткенде айттық қой мынау, асармен салынып жатқан үйлер қандай жақсы. Сондықтан менің енді сұрайтыным, біріншіден осы нысандардың барлығын біз енді жылдың аяғына дейін бітіруіміз керек. Әсіресе жаңа жобаларға байланысты. Екінші, оны біз енді халыққа түсіндіріп айтуымыз керек. Жыл үздігі жөнінен өткенде Ержан Жомарт сізге айттым, номинацияларды қысқарту керек. Көп номинация болмайды. Өйткені оның несі бар ғой, оның мәні болмайды. Ең негізгі айтатыным, әріптестерге айтатыным, кейін мына аппаратқа айтатыным, аппаратты ұйықтайды. Мынау марапаттағанда, сол марапатқа еңбегі бар адамдарға беру керек. Халық соны түсіну керек. Мынаның еңбегі бар ғой, мынау таң демей, күн демей жұмыс істеп жүр ғой, соған дұрыс беріп жатыр. Біз не істейміз? Мен көрдім ғой, сіздердің мемлекеттік наградалар кімді ұсынғандарыңызды. Мұндайда анау жақын, туысқан, дос деген болмау керек. Бірақ не бар? Көрсеткіш, ол еңбек. Сонда дұрыс түсінеді. Халық түсінеді, айтады, мынау дұрыс болып жатыр деп. Одан кейін қалғандары соған тырысады. Мен де жақсы жұмыс істесем, маған да ертең мемлекеттік награда береді деп. Ал жаңағыдай өзіміздің жақын туысқандарымызға беретін болсақ, ой, ол анау
бірінші хатшы болып еді, анау болып еді, мынау болып еді деп берсек ол да болмайды. Әрине, хатшының ішінде хатшысы бар. Еңбегі сіңген, халықтың арасында беделді, ертең сөйлей алатын, сөзін тыңдалатын адам болса, онда мәселе жоқ. Оның үстіне мына қазіргі қиын кезде, дағдарыс кезінде біз сондай кісілерді қолдауымыз керек. Сондай кісілерді марапаттауымыз керек. И одан кейін әрине сондай кісілерді біз енді пайдалануымыз керек. Сол кезде біздің жұмысымыз жеңіл болады. Енді аз ғана уақыт қалды, желтоқсан басталады. Сондықтан менің сіздерден сұрайтыным, жаңа айттым ғой, бірде-бір күн құр өтпеу керек. Мынау жылдың аяғында, саяси науқанның алдында біз халықтың жаңа айтылғандай көңілін көтеруіміз керек. Сондықтан менің сіздерден сұрайтыным, осыны ұйымдастырыңыздар. Ержан Жұматұлы бағанағы айтылған мынау жалақы жөнінен, жұмыс орындары жөнінен тапсырма сізге, Алмас Өскенбек сіздерге беріледі. Соны қараңыздар. Әсіресе мынау іс-шаралар жөнінде әкімдермен жұмыс істеу керек. Аппарат адамдар жіберу керек. Инспекторлар ұйықтамау керек. Инспектор бар көру керек. Сол іс-шара шынымен өткізіліп жатыр ма, өткізіліп жатқан жоқ па? Жоқ, барлығы қағаз жүзінде ме? Айтыңыз. Бір іс-шараны айтып кетті. Сіздің тапсырмаңыз мына түлектерді елге тарту жөнінде қазір анализ жасап жатыр. Бірінші аудан әкімдеріне тағы да бір тапсырма берсеңіз, бізден енді шыққан талай зиялы спортсмендер, меценаттар көп, бірақ мектеппен қол үзіп байланысты үзіп қалған азаматтар көп. Соны қазір біз анализ жасап, осы шаранда, осы желтоқсан аяғына дұрыстап өткізсек, көрсетіп рахмет айтатын азаматтар, бірақ кейбір мектептерде, кейбір аудандарда небір мықты азаматтар әлі мектебіне келмегенде араласпаған азаматтар бар. Соның бәрін қорытындылап бір тапсырма беріп өзіміз силектерде отырып. Білім басқармасы бар ғой да. Ол жөнінде өте дұрыс айттыңыз. Менің айтатыным, мен осы келгеннен бастап айтып келе жатырмын. Түлек күзет деген сайт болу керек деп. Шынын айтсам, білім басқармасынан бастап мектептің директорлары өздері түсінбейді. Мен әр мектепке барған сайын сұраймын. Сайт бар ма деймін, бар деймін. Ол сайтта қанша түлек бар деймін, 10 адам, 20 адам деймін. Мен айтамын, мына мектепке неше жыл болды? 20 жыл болды, 30 жыл болды. Қанша түлек болды? Олар қояды тек қана анау ақша беріп жатқандар. Ол дұрыс емес. Сондықтан біз енді қазір үлгерсек осы жылдың аяғында, үлгермесек жылдың басында, келесі жылдың бұйыртса өткіземіз. Жомарт жүрек деген. Ондағы мақсат жаңа Ержан Жұматұлы дұрыс айтты. Мектептің түлектерін қарау керек. Әрбір мектеп өзінің түлектерінің біріншіден тізімін жасау керек. Аудан әкімдеріне беретін тапсырма. Аудан әкімдерінде көбісі бұны түсінбейді. Ең үлкен мәселе әңгіме ақшада емес. Әңгіме мынау мектепке материалдық көмектеме емес. Мынау қазіргі қиын заманда, оның үстінде шын айтқан кезде, балдардың тәрбиесі нашарлаған кезде, әсіресе патриоттық тәрбие, басқа деген сияқты. Біз осы түлектерді пайдалануымыз керек. Әрбір мектепте шыққан үлкен белсенді азаматтар бар. Мен айтамын Ержан Жұматұлына, мысалы, Асанәлі Әшім, Илья Жақанов, Мырзатай Жолдасбек, тағы басқалар. Қаншама біздің осы облыстан шыққан азаматтар бар. Солар өздерінің мектептеріне барды ма? Біріншіден. Екіншіден, сол мектептің балдары қазір оқып отқан біле ма? Сол мектепті кім бітірген? Одан кейін айту керек қазір. Осы мектептің білімі менен тәрбиесінің арқасында Асанәлі Әшім шықты дүниеге деп. Сол кезде қазіргі оқып отқан балдар ойланады. Егер мен жақсы оқысам, тәрбием жақсы болса, қоғамдық жұмыстарға аралассам, онда мен де ертең Асанәлі Әшім сияқты боламын деп. Вот мына түлек күзеттің ең негізгі мақсаты сол. Біз қалай жасаймыз оны? Әлі түсінбейміз. Сондықтан мен Ержан Жұматұлына тапсырма бердім. Қазір әрбір мектепті біз талдауымыз керек. Ауданның әкімдеріне айтатын. Өздеріңді ойланыңдар. Нұржан, сен қай мектепті бітірдің? Байзақ ауданының әкімі. Сәлеміз, қай мектеп бітірдің? Қордай ауданы, Қордай Қордай мектебі, қазір ауқатта ауып болды. Сол мектепте соңғы рет қашан болдың? Сол мектепте соңғы рет қашан болдың деймін? Осыдан 2 жыл бұрын. Ол да өтірік шығар, 2 жыл бұрын.
көрдің бе, ең ненің біреуі Нұржан сенсің мысалы. Мына Әмзебекұлынан сұрайын, сіз қай мектеп бітірдіңіз? Қашан болдыңыз соңғы рет? Есімде жоқ. Вот міне көрдіңіздер мен. Енді мына бәкеңнен бағалана сұрамай қояйын енді. Сол ғой бәріміздің енді. Ол деген болмайды. Ол мынау әсіресе біздер, мен Нұржанды жаңағы мына Нұржан көрінгеннен кейін сұрап отқам. Мына мен ойлаймын, әріптестердің көбі сондай шығар деп. Сондықтан бұл жерде біз өзіміз бастама жасайық. Барлығымыз әсіресе осындаған қатысып отқан менен бастап. Мен мақтанбай қояйын. Мен жылда өзім мектебіме барам. Ауылға барам, одан кейін мектебіме барам. Өйткені онсыз болмайды. Ол енді шын айтылды, мен өзім мақтанбай қояйын. Мені мақтанады ол мектеп. Соған тырысады аналар. Мына біздің мектеп бітірген келді деп. Сондықтан давайте өзіміз бастама болайық, жасайық барлығымыз. Одан кейін арман қарай. Жаңағы анау басқаларды да осыған тартайық. Үлкен не болады. Шын айтсам, мен енді осы жас түлекті республикаға енгізем деп біраз жұмыс жасадым мен. Бірақ өкінішке орай республикада ол енді тараған жоқ. Осыны біз енді мынау әулиеата жерінде таратайық. Бәке солай ма? Сіз мектепке барасыз? Жиі барасыз ғой, сіз енді құттықтадамыз. Сондықтан осы мынау шаралардың барлығын ел кезінде үлкен қылып өткізейік. Бар ма айтатындарыңыз?